осы үйде жаңағы өрт шыққан кезде 3 баланы өрттен құтқардық. Ол енді ол от шығады деп біз ойлағанымыз жоқ. Сол осы үйдің қарсы жотасында баланың жылаған дауысы шықты. Содан отырдым да осы үйдегі жаңағы жеңгеміздің бір немересі бар еді. Сол немересін жаңағы үйге қалдырып кетіп, сол оянып шошынып жатыр ма деген оймен тұрдым. Енді оған бір үй өртеніп жатыр деген ешқандай не болған жоқ. Содан тұрып біраз тұрдым да сол қайтып артқа қайтайын деп жатыр едім. Оны бала қатты жылады, дауыс қатты. Маматай, маматай, құтқаршы. Қарап тұрып едім. Сонда мына бөлмедегі терезелер көкөзек кішірек терезелер болған. Әйнек сынды. Кәдімгідей бұлк етіп атылғандай болып әйнек сынды. Қарап жалын далаға бұрып кете қалды. Сол моментте жаңағы жүгірдім бала үйге қарай. Айналада ешкім жоқ. Келдім, есікке келсем, есікте бір шүпірек байлап кеткен екен. Шүпірек шешкенде тура есіктің бұрышында алдымда 2 бала еңкейіп отырып қалды. Аяғыма қарай құлады, екеуін тартып ала бергенде барлығы ол бұрыш жағында, ол мынерде уже кішірек кальбус сияқтысы болған. Бұрыш жағында кішкентай бала уже от бөлмен айланып алған уже. Еңкейіп отырып қалған екен. Соның оған қарағанымыз жоқ. Бәйкенің басына бүркей салдым да жүгіріп кіріп, баланы алып шықтым. Енді ол күнде айтып, жеткізе алмаймын шыны керек. Мына жерде тұрған кремдер, былай іліп тұрған кремдер, кәдімгі резина болып жабысып қалған ба. Кейін кіріп жүрген кезде қыздар айтады ғой, қараңызшы, ниетіңіз сондай ақ қой деп, сонда балалардың ойымен ғана мына жер қиттақ болып қалғаны, мына жерде өлтіріп кеткен. Құдай тәубе, сол 3 бала қалғанда, егер осы 3 бала өліп қалса, мен қайтып көрсем. Онда вообще сол кезде жынданып кетеді қой, ол кісінің өмірде жоқ еді, өмірде сөй алмасын. Соны не кетеді, кішісі сонда осыны аланың үстіне жаңағы шоқтар түсе бастапты дейді, ойырнатшы, содан ол келіп жуып алған. Ондай қорқыныш дейді болған жоқ. Бала жығылған кезде баланы алып жауып алдым тұрып, жаным батырып, мүмкін емес.